Болтты дерекқор құру үшін болтты жобаның шолу бетіне өтіңіз. Біз қазір болтты жобаларды шолу бетінде тұрмыз. Егер сізде болтты сервер болса, және сол жобада дерекқор жасағыңыз келсе, мұнда жасау батырмасын басыңыз. Немесе жаңа болттық жоба жасаңыз. Жоғарғы оң жақ бұрыштағы жасау батырмасын басыңыз. Біз қазірдің өзінде құрылған жобада дерекқор құрамыз. Дерекқордың құнын PSKZ сайтының болтты дерекқорлар бетіндегі калькуляторында есептей аласыз. Біз мәліметтер базасының кластерін жасаймыз. Жоғарғы жағында кластерді орналастыру үшін аймақты таңдауға болады. Егер сіз Ташкентті таңдасаңыз, сіздің серверіңіз Өзбекстанда физикалық түрде орналасады, бірақ қызмет теңгемен тарифтеледі. Атауды ойлап табыңыз, немесе ұсынылған нұсқаны қалдырыңыз. Топологияны таңдаңыз, мастер немесе көшірмесі бар мастер. Екінші нұсқа ақауларға төзімділік үшін қажет. Дерекқор түрін және нұсқасын таңдаңыз. Әдепкі бойынша соңғы нұсқасы таңдалады. Ресурстардың конфигурациясын, дискінің өлшемін және түрін таңдаңыз. Болт сервері орналасқан дефолт желісін қосыңыз, немесе жаңасын жасаңыз. Егер базаға желіден кіру қажет болса, өзгермелі IP қолданыңыз. Бұл мысалда біз болтты сервермен бір жобада база жасаймыз. Сондықтан біз оларды сұр желі арқылы байланыстыра аламыз. Егер жобалар әртүрлі болса, онда мәліметтер базасының сервері интернетке кіруді қажет етеді. Бұл жағдайда қалқымалы IP мекен жайын пайдаланыңыз. Резервтік көшірмені бірден орнатайық. Тақырып ойлап табыңыз, көшірмелер санын шектеңіз және кесте орнатыңыз. Жасайық. Кластер 10 минут ішінде жұмыс істеуге дайын болады. Келесі бейнеде біз осы кластерде дерекқор және пайдаланушыны құрамыз. Бізбен бірге болғаныңызға рахмет.